Құрметті достар, мен бірнеше мәрте қайталағанда, біздің еліміз өкінішке орай Ресейдің ақпараттық құлы. Өкінішке орай тек қана ақпараттық құл емеспіз. Көзім жетті, кеше арғы күні тағы да басқа мәлімдемелер келіп жатыр. Мысалға, Европа елдерінде, оның ішінде Румыния, Молдавияда бізде Ромпетрол деген Қазмұнайгаз компаниямыздың бір бөлшегі бар. Қазақстанның мүлігі. Сол үлкен компанияның басшылары Украинаға жанар-жағар май сатты деп, сондай үкіммен Ресейдің ФСБ-сі үстерінен іс ашыпты. Кім оларға құқық берді? Европадағы біздің компанияда жүрген азаматтардың үстіне іс ашу, оны білмедім. Ол да сол біздің бір қолдықтың бір дәлелі деп ойлаймын. Біз мысалға Украинаға соғыс жариялаған жоқпыз, Украинамен ұрысқан жоқпыз. Нағып біздің бизнесмендер сол елге шикізат немесе жанар-жағар май өндіріп неге сата алмайды. Ол біріншіден. Дәл сол күні, іс ашқан күні, сол Ромпетрол деген қазақтың компаниясына Ресейдің азаматын басшы қылып тағайындапты біздің Қазмұнайгаз. Бұл не деген сорлылық, оңбағандық. Бұндай тағайындау, менімше, Кремльдегі звонокпен жасаған тағайындау. Ол тағайындауды біздің үкімет басшысы білмей жасай алмайды. Сондықтан біздің үкіметтің басшысы Смайылов та сондай бір мақтабастардың біреуі деп мен білемін. Одан қалды, міне күні кеше ғана бізде мынау Қамкор локомотив, Қамкор вагон деген ең үлкен ірі мекеме, мынау біздің КТЖ-мізбен айналысатын, олар, мысалы, соларды Тимур Кулебаев Ресейдің компаниясына Траншмас холдинг дегенге сатыпты. Біздің үкімет қалай оған өзінің рұқсатын берген? Өйткені біздің темір жол, соның ішінде әлгі екі мекеме, сол локомотивтер мен сол вагондарды жөндейтін стратегиялық объекттердің тізімінде. Ол мекемелерді Тимур Кулебаев мырза кезінде заңсыз приватизация жасап өзінің мүлігіне айналдырған, қайтадан сол КТЖ-ның еншісіне қайтару керек деп білемін. Біз керісінше оны Ресейдің олигархтарына сатып жатырмыз. Ертең соғыс жарияланса, ертең Ресей бізге шабуыл жасаса, біздің Қазақстандағы темір жол Ресейдің ықпалында қалады деген сөз. Қазірде сол Ресейдің ықпалында жүрміз деген сөз. Сондықтан бүгінгі эфирмен біздің үкіметтен мен осы екі оңбағандықтың көзін жоюын қалаймын, талап етемін. Анау Ромпетрол деген компаниясының Ресей паспортының еңгері алынып тасталу керек. Екіншіден, мынау Қамкор локомотив және Қамкор вагон деген екі үлкен стратегиялық мекеме біздің үкіметтің меншігіне қайтарылу керек. Қолдасаңыздар, репост жасап, лайк қоюларыңызды сұраймын. Рахмет.